Биыл Қазақстанда президенттік жастар кадрлық резервіне үшінші іріктеу басталды. Байқау кезеңдерінен сүрінбей өткендердің бірі Қазақстандағы ең жас проректор Айжан Темірбаева. Толығырақ менің әріптесім тарқатады. Шетелде оқу және Назарбаев университетіндегі тәжірибе Айжан Темірбаева үшін ілгерілеуге мотивация болды. Ол Қарағанды политехникалық университетінде 2 жыл қатарынан жұмыс істейді. Мемлекеттік қызметке мен 2 жыл бұрын министрдің бұйрығымен тағайындалған болатынмын. Сол кезде және қазіргі таңда мен Қазақстандағы ең жас әйел проректоры болып табыламын. Мен үшін бұл өте үлкен мәртебе. Шыны керек, мен ешқашан күтпеген емеспін 30 жасымда осындай үлкен мемлекеттік университетінде проректор боламын деп. Бұндай лауазымды, мысалы, адамдар 10 жылда, 20 жылда, 30 жылда сондай лауазымға баратын шығар, мен білмеймін. Бірақ өзім үшін бұл шыны керек өте бір қызықты оқиға болды деп ойлаймын. Бір ай бұрын елімізде президенттік жастар кадрлық резервіне іріктеу басталды. Айжан Темірбаева ойланбастан құжаттарды тапсырып, байқаудың 3-ші кезеңіне өтті. Әлеуметтік лифт деген термин бар. Негізі сол әлеуметтік лифт шынымен де орын табады екен біздің қоғамымызда. Сол үшін өте бақытты деп адамды өте санаймын өзімді. Осы жақында президенттік кадрлық резерв туралы естідім. Естіген болғанда менің басшым, осы университетінің ректоры Ибатов мырза маған өзінің кеңесін беретін, айтқан болатын. Міне қазіргі таңда қатысуға болады екен, сол бағдарламаға неге қатыспайсың деп менен сұрады. Іріктеу кезеңдерден өтіп жатырмын, ақырындап 3 кезеңдерден өттім. Тағы да алда 4-еу бар деп ойлаймын, қазір дәл ортасындамын. Жобаның басты мақсаты өз саласындағы дарынды, білікті және кәсіпқойлар қатарынан мемлекеттік аппарат үшін топ-менеджерлардың кадрлық резервін қалыптастыру. Биыл іріктеу 6 бағыт бойынша жүзеге асырылды. Онда инфрақұрылымды дамыту, сыртқы және экономикалық саясат, цифрландыру және азаматтық қоғам бағыттары есепке алынды. Жаннұр Сіндетолла Ағызыр, Еркебұлан Бекқожин, Бүлдірген Асығат, Сарыарқа телеарнасы.